Бәріңізге қайырлы күн қыздар. Бүгін жұмсақ болып шығатын бір жұмыртқадан дайын болатын өте дәмді шоколадқа малынған печенье дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тегін рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ендеше бастаймыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ майымызды ыдысымызға салып, үстіне шекер саламыз. Содан кейін миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Шекердің орнына қанттың тағын қоссаңыздар болады. Мен шекердің өзін қостым. Осылай барлығы ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз бірінші. Міне көргеніңіздей осылай ағаруы керек. Содан кейін үстіне бір дана жұмыртқамызды қосып, сұйық майымызды қосып, кукурузный крахмалымызды қосып, барлығын жақсылап аппақ масса болғанша миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Миксермен аппақ масса шыққанша жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз аппақ болып ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Содан кейін үстіне разрыхлительді қосып, бір рет араластырып, алдын ала ұнымызды ситадан өткізіп қоямыз. Барлығын бірден қоспаймыз. Оны осылай аз-аздан қосып отырып, қасықпен немесе лопатканың көмегімен бірінші сұйық болып тұрған кезде араластырып аламыз. Басында сұйық болады, сондықтан да осылай араластырып аламыз. Қалған ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Басында бірікпейтіндей болып көрінеді. Содан кейін қамырымыз барлығы бірігіп, жұмсақ қамыр шығатын болады. Біздің қамырымыз міне дайын болды. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Енді осы қамырды барлығын кішкене бөліктерге бөліп, печеньеміздің пішінін келтіретін боламыз. Барлығын бірдей қылып кесіп алдым. Содан кейін қолменен барлығын домалақтап шықтым. Сосын осылай печенье пішінін келтіріп, барлығын бірдей қылып жасадым. Формамызға қағазымызды төсеп, осылай үстіне қойып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қойып, 180 градуста 20 минут, 25 минут сарғайғанша пісіріп аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай шанышқының көмегімен үстін басып шығамыз. Печеньеміз тез пісетін болады және бетіне өрнек салып беретін болады. Біздің печеньеміз дайын болды, пісті. Мен осылай шоколадты ыстық суға пакеттің ішіне салып, алдын ала ертіп алдым. Дәмін беру үшін, кішкене және әдемілік үшін осылай жасасаңыздар болады. Осы печеньенің рецептісін осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларға ұнайды, шайға өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын печенье. Менің осы жасаған печеньем ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тегін рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығы сенімді рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер.